Американдықтар дүние жинамайды, достар. Ең бірінші себебі ол өздерінің үйі емес болғандықтан жинамайды, өйткені оның барлығы қаражат. Ал дүние жинайтындар олар өздеріне үй сатып алған адамдар. Орта есеппен 80% американдықтар арендатор ретінде Америкада тұрады. Олар жиі көшіп жүреді. Сондықтан біздің жұмысымыз оларды көшіру. Ең бірінші күні, мысалы үшін, үлкен үйлері болатын болса, тура осындағыдай. Бұл үйде бізде 7 бөлме болды. Қазір суретін өздеріңіз көресіздер. Енді үлкен үй болғандықтан заттары да біраз көп, кейбір заттар барады, бармайды деген сияқты. Сондықтан бірінші күні біз орап, барлығын матап, дайындайтын боламыз. Бірінші күні біз 9 сағат істедік, барлығын орадық, дайындадық. Оны мінеки үйдің басқа үйге көшетін болса, осындай көк заттарға жауып орайсыздар, бұны бланкет деп атайды. Ал жаңағыдай өздерінің қоймалары болады, сторож деп атайды, біздікімен ол гараж десек те болады. Сол жерге кететін заттар болса, онда оны тек қана ақ пластикке ораймыз, ол ширинг деп аталады. Оны қазір мына жерде байқасаңыздар болады. Осы кісі бізде жаңағыдай хоккейдің фанаты ма сондай екен. Бұның Америка әлем чемпионы болған кезде сол әрбір кісіден қолтаңба алған екен.